Сәлем әлемді жалғастырайық. Біз бірінші HTML құжатымызды құрдық, документімізді. Ол жұмыс жасап тұр, 100% түсінікті браузер үшін. Бірақ та стандартқа сай емес. Қандай стандартқа сай емес? HTML-дің өзінің құжатының стандарты бар мұнда. Назар аударыңыздар, сілтемесін осы жерден тауып алыңыздар. HTML tutorial home деген бетте тұр. Ең бірінші жазылу керек doctype жоқ, одан кейін HTML, head, title, body жоқ. Осыларды біртіндеп құрып шығайық. Так, мынаны әзірге өшіре тұрайық. Ең бірінші қойылу керек тип не ол? Лепбелгі арқылы doctype деп жазамыз. Doctype және HTML деп. Doctype HTML деген кезде браузер түсінеді. Аха, мына жұмыс істеп жатқан құжат, оның типі HTML екен дейді. Ары қарай соны біліп отырады. Жұмыс барысында соны ескеріп отырады. Одан кейінгі не? Одан кейінгі HTML деген тег ашылады және жабылады. Кейбір тегтерге жабылуы керек емес, кейбір тегтерге керек. Оны қалай айырамыз? Егер де ол тегтің ішіне тағы да бір контент салу керек болса, ол міндетті түрде жабылуы да тиіс. Ал кейбір тегтер болады, оның ішіне контент салынбайды. Мысалға, келесі қатарға түсу дегеннің ішіне тағы бір контент салмайсыз ғой. Мысалға, сурет қойған кезде суреттің ортасына тағы да бір контент тұрмайды ғой. Осы жалғыз ереже қай тегтің ішіне контент салмаймыз, ол жабылу тегі керек емес оған. Жақсы, кеттік. HTML деген ең сыртынан қоршап тұратын контейнер, бүкіл сайтты құшақтап тұрады HTML, және оның ішінде екі-ақ тег болады. Екі-ақ тег болады, біреуі head деген, және екіншісі body деген. Head дегеніміз ол басы деген сөз ғой, браузердің миы деп қарастырсаңыз болады. Ал body дегеніміз ол денесі. То есть браузердің көзге көрінетін жері ол body денесі. Біз көретін нәрсенің барлығы осы bodyдің ішінде салынады. Ал көрінбейтін нәрсе ол head'тің ішіне салынады. Мысалға, басқа файлдарға сілтеме, басқа CSS, JavaScript файлдарды сырттан қосатын болсақ, солардың сілтемесін head'тің ішіне саламыз, әдетте. Жақсы, кеттік. Енді head'тің ішінде міндетті түрде болу керек тег бар, стандарт бойынша, ол title деген тег. Title'дың ішіне жазамыз. Жазу жазатын болғандықтан, ішіне контент салатын болсақ, демек парный тег болады. Ашылады және жабылады. Title деген ішіне не жазамыз? Және ол қайда тұра қалады? Ол мына жерге тұра қалады. Мысалға, бағанан бері біз title деп жазбадық, сол себепті мына жерде файлдың аты тұрды, index.html деген. Енді біз мына жерге title деп береміз. Мысалға, не деп берейік? HTML, CSS, курсы деп берейік, сақтайық. Енді бетті жаңартамыз. Міне, HTML, CSS курсы деп шықты. Мына жердегі жоғалып кетті, өйткені body'дің іші бос тұр. Body'дің ішіне жазайық. Не деп жазамыз? H1 деп жабайық. Ішіне келіп жазамыз. Сәлем әлем деп. Сәлем әлем деп жазамыз. Ол шықты. Жақсы. Енді осыны H1-ден H6-ға дейін қайталап шығамыз. 4, 5, 6. Жабылатын жағында өзгертіп шығайын. Енді не өзгереді? Браузерден қарайық. Сәлем әлем дегеннен кейін біріншіден әрбір келесі тег кішірек болып бара жатыр. Размері кішірейіп бара жатыр, мөлшері. Мәтіннің мөлшері кішірейіп бара жатыр, және келесі қатарға түсіп отырады екен. H1 дегеннен кейін браузер міндетті түрде өзі келесі қатарға түсіріп отырады. Так, мысалға тағындай мысал келтірсем болады. Мына жерге B деген тегті қолданайын. B деген ол жирный текст.
жирный текстті алып қоямын. Размері қарапайым, қарапайым, бірақ жирный болып тұр. Оның қасына мысалға қарапайым текст, қазақша қалай? Мәтін десем, қарапайым мәтін десем, міне, екеуінің салмағын салыстырыңыздар. Жирный деген кішкене қою болып тұр, қарапайым мәтін ол қарапайым болып тұр. Әдеттегідей, жұқа. Енді назар аударыңыздар. Бағанан бері біз тегтерді қойған кезде келесі қатарға түсіп отты. Жирный текст дегеннен кейін қарапайым мәтін десек, келесі қатарға түспеді. Так, мына жерден келесі қатарға түсіріп көрейік, не өзгереді екен? Ештеңе өзгерген жоқ. Жирный текст пен қарапайым мәтін екеуі бір қатарда тұр. Неге? Себебі HTML-де мынандай enter қойғаннан пайда жоқ. Ол келесі қатарға түсу деп қарастырмайды оны. Браузер адам қолмен қойған келесі қатарға түсірудің барлығын, қолмен қойған энтерлердің барлығын игнорировать етеді. То есть ескермейді әшейін. Бір қатар деп қабылдай береді и бір қатарда браузерге шығара береді. Енді келесі қатарға түсіру үшін не істейміз? BR деген тег бар. Осыны қолданамыз. Енді сіздерге сұрақ. BR деген парный тег па, әлде беспарный, парасы керек емес тег па? Қайсыған жатады? Ол сұрақтың жауабын беру үшін бағанағы ережені еске саламыз. Егер де оның ішіне тағы да бір контент құятын тег болса, демек ол парный тег. Егер оның ішіне ешқандай контент сала алмайтын болсаң, значит ол беспарный тег. Так, BR деген ол келесі қатарға түсіру. Келесі қатарға түсірудің ішінде контент болмайды, сол себепте ол беспарный тег. Міне, келесі қатарға түсті. Енді соны copy-paste қылып біраз эксперимент жасайық. Қайта-қайта BR-ді қойып тастайық. Мына BR-дің барлығы бөлек тег. Мынау бір тег, өз алдында, мынау бір тег, мынау бір тег, мынау бір тег. Ойлап қалмаңыздар, бір-бірінің ашылып жабылып жатқан андай жұптары деп. Әрқайсысы өз алдында бөлек тег. Обновить етейік бетті. Қараңыздар, екі ортада қаншама жаңа қатар пайда болды. Көріп отырсыздар, Enter деген браузер түсінбейді, қабылдамайды. Оның орнына BR-ді қолданамыз. Неге енше, мына жерде BR қоймасақ та келесі қатарға түсіп тұр. Так, осылай бір сақтай. Қараңыздар, какой-то BR бар сияқты келесі қатарға түсіп тұр. Мен мына бір қатарға қойдым не, келесі қатарға қойдым де, айырмашылық жоқ. Өйткені H1 және H6-ға дейінгі тегтер, олар өзінің алдында және артында жаңа бір қатарға түсіріп отырады. Так, өзінен кейін ғана медальде. Қазір тексеріп жіберейік. Өзінен кейін қатарға түсіріп отырады. Өзінен дейінде түсіреді екен. Дейінде кейінде түсіреді екен. Тура параграф сияқты екен ғой. Бопты, осылармен эксперимент жасап, қайталап көріңіздер. Мына кодты егер қиналып бара жатсаңыздар, Telegram чатта сұраңыздар, бірақ өздеріңізде жасай аласыздар деген үміттемін. Келесі сабақта кездескенше.